Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында шашымызды қалай тез, қалың және табиғи жылтырлығын сақтау арқылы өсіретін жолын білетін боламыздар. Негізі бұл рецепті өте біраз адам біледі, тек қана оны пайдаланбайды. Оның себептері ол жаңағы иісінің жағымсыз болуында. Осы рецепті жасайтын болсаңыздар, иісін қатты қалай шығармай және де пайдалы лайфхактарды қосымша білетін боласыздар. Егер де осындай шаш бет күтімі жайлы сіздерге қызықты ақпарат пен пайдалы рецепттер қажет болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген арнайы видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер сіздің бізбен бөлісетін рецептіңіз болса пайдалы, міндетті түрде комментарий бөліміне жазыңыздар. Негізінде шашты қалың, жылдам және жылтыр қылып өсіру үшін бізге көмекке табиғи өнімдердің ең ішіндегі белгілі жақсы көмектесетін 3 түрі бар. Ол күріштің суы, одан кейін пияздың қабығы және де айран. Бүгін біз сіздерге пияздың қабығы жайлы тоқталып өтеуді шештім. Мысал ретінде қарапайым кәдімгі пияздың қабығының құрамы ащы, қышқы және де жаңағы басымыздың бас терісін оятуға, луковица дейді ғой, яғни шаштың түбін оятуға арналған элементтары өте көп. Және де ол шашымыздағы барлық токсиндарды жуып шайып, өзінің табиғи қалпымен өсіруге жақсы септігін тигізеді. Сол себепті пайдалы өнімдердің бірі. Бірақ көбісі оны жақтырмайды, себебі оның иісі бар деп. Негізінде дұрыс пайдалана білсеңіз, басыңызда ешқандай иіс қалмайды. Пияздың қабығы мен масканы қалай жасаймыз және иісі қалмау үшін не істейміз деген сұрақ міндетті түрде қойылады. Оның 2 жол түрі бар. Ең алдымен жаңағы пияздың қабығын пайдаланбас бұрын оған біз қосымша ингредиент ретінде барлық дүкеннің сөрелерінде сатылатын гвоздика, яғни қалампырды қосамыз. Қалампырдың құрамындағы дәрумендерде біздің шашымыздың қалыңдығына және жылтырлығына тікелей әсер береді. Және шашымыздың түсін қалпына келтіруге орасан зор септігін тигізеді. Сол себепті осы 2 ингредиентті қосамыз, жаңағы қосымша реакциясы 2 еселенеді және де кішкене иісі азаяды. Ал екінші түрі, осы масканы жасап болғаннан кейін міндетті түрде пайдаланатын кондиционер не болмаса бальзамыңыздың хош иісі бар, яғни арнайы хош иісі бар. Яғни жаңағы пияздың иісі шықпас үшін біз кәдімгі сусабын, шампуньның, бальзамның өте қатты иісі шығатын, яғни парфюмированный деп айтады, сондай түрін пайдаланамыз. Сол кезде ол иісін өте қатты алып, жаңағы шампуньның иісі басып кетеді. Сол кезде ғана ол жақсы шашыңыздан әдемі иіс шығып тұратын болады. Мысал ретінде мята араласқан, хош иісті гүлдер араласқан шампуньмен жусаңыздар болады. Ал бұл масканы қалай жасау жолы деп сұрасаңыздар өте оңай. Ол үшін осы пиязымыздың қабығын ашып алып, тек қана қабығын және де осы 15-20 грамдық гвоздика екеуін 2 литр суға қазанға салып, жақсылап қайнатып, қайнап болған суымызды суытып қоямыз және де дайын болған суымызды сүзіп алып, шашымызға 40 минутқа қойып қоямыз. Пияздың қабығы және де гвоздика қосылған осы жаңағы маскамызды әбден суығаннан кейін сүзіп алып, мен осындай арнайы ыдысқа құйып қоямын. Бұндай ыдысты мен Зетта дүкен желісінде шамамен 300-400 теңгеге сатып алдым. Бұл ыдыстың ыңғайлығы сепкен кезде өте барлық жерге жақсы тиеді және де бір жерді қатты су қылып ұстамайды. Сол себепті осындай ыдыста сақтаймын және де жасаған маскамызды тоңазытқышта 2-3 аптаға дейін сақтауға болады. Қалай пайдаланамыз десеңіздер, дайын суыған жаңағы маскамызды, яғни суымызды шашымыздың түбіне, ұзындығына жақсылап сеуіп шығамыз. Болғаннан кейін пакетпен орап, сыртынан полотенце, яғни сүлгімен орап, 40 минут ұстаймыз.
Мен өзі негізі басында аптасына 2 рет жуамын. Бірақ жаңағы аптаның басында мен бір маска түрін, аптаның аяғында екінші маска түрін жасап, шашыма көмек беремін. Бірінші масканы мен міндетті түрде дүкендерден алынған маскаларды жасаймын. Себебі олар шашты жұмсартуға, жаңағы табиғи сұлулығын қалпына келтіруге де өте жақсы септігін тигізеді. Ал аптаның соңында міндетті түрде үй жағдайында жасалған масканы пайдаланамын. Себебі оларда бізге керекті дәрумендер өте көп және де химикат жоқ. Септігі өте жақсы тиеді. Сол себепті аптасына не болмаса 10 күнде бір рет пайдаланып, 3-4 ай көлемінде процедураны жасайтын болсаңыз, жақсы результатқа жетесіз. Ал негізінде шаш өсу үшін бізге кемінде 4-5 жыл уақыт керек. Ол үшін ай сайын шаштың ұшын кесіп, және де маска жасап